Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге тұшпара түюдің бір әдісімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырын илеуден бастаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа, тұз, су және бір ас қасық күнбағыс майын қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын қоспамызға ұнды шетінен қоса отырып, орташа жұмсақтықтағы қамырды илеп аламыз. Дайын қамырымызды 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Тындыру барысында қамырды тағы да бір илеп аламыз. Сонда қамырымыз бір тегіс болып әдемі жайылады. Етіміз бен пиязды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қалауларыңызға қарай паприка, қарабұрыш, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Тынып тұрған қамырымызды жайып бастаймыз. Алдымен ұн сеуіп қолымызбен басқылап қамырымызға дөңгелек форма келтіріп аламыз. Оқтаумен қамырымызды жазу барысында оқтаудың ортасына қолымызды алып бармаймыз. Қамырымызды сағат тілімен айналдыра отырып жазамыз. Дайын қамырымызды оқтауға орап аламыз да, видеода көрсетілгендей етіп қаттап аламыз. Үш сантиметр ендікте кесіп шығамыз. Енді барлығын бір-бірінің үстіне тізіп жинаймыз. Жинап алған соң ұзындығы 4 сантиметрден етіп барлығын кесіп аламыз. Барымызды жайып шығамыз. Ортасына етімізді орналастырып, тұшпара түюге кірісеміз. Видеода көрсетілгендей, алдымен екіге бүктеп, шеттерін біріктіріп аламыз. Енді кері аударып, соңғы екі ұшын біріктіреміз. Сіздерге іске сәт. Видеом сізге пайдалы болған болса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.